Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге өкпеден жасалатын өте дәмді әрі тойымды салаттың рецептін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге қажет құрам бөліктер: өкпе суға піскен, 1 дана пияз, 2 сәбіз, сарымсақ, сірке суы, 1 қасық сұйық май және дәмдеуіштер. Бұл жерде тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш және паприка, кориандр. Өкпемізді ұзыншалап, жұп-жұқа етіп турап алыңыздар. Осы өкпені турау барысында өкпенің каналдары көрінеді, яғни артық нәрселерін осылай қолымызбен алып тастаймыз. Бізге оның қажеті жоқ. Содан кейін ұзыншалап турайтын боламыз. Біркелкі турауға тырысамыз. Өкпенің каналдары деп айтамыз, ғана жердегі қатты болып тұрған, оларды мен үнемі алып тастаймын. Сіздерге де кеңес беремін, себебі салатты тұтыну барысында жағымсыз әсер қалдыруы мүмкін. Барлығын дәл осылай ұзыншалап турап аламыз. Бұл салаттың жасалуы өте оңай әрі көп затты қажет етпейді. Үйдегі бар ғана заттармен жасап ұсынсаңыз болады. Өте дәмді әрі тойымды салат. Мінеке осылай ұзыншалап турап алдық. Көріп тұрғандарыңыздай, ендігі кезекте ыдысымызға салып, бұл жерде сәбізді де алдын ала дайындап қойған болатынмын, яғни морковчаға арналған теркадан өткізіп, осы жерде қосамыз. Әрі қарай сарымсағымызды сақтап турайтын боламыз. Туралған сарымсағымызды ыдысымызға салып, дәмдеуіштерімізді де қосамыз. Әрі қарай пиязымызды жұқалап турайтын боламыз. Пияздың жұқалығын көрсете кетейін, міне осындай болу қажет. Енді осы пиязымызды, сұйық майымызды табаға құйып, қыздырып, қуырып алатын боламыз. Майымыз қыздау деген сәтте туралған пияздарымызды орташа отта қуырып алатын боламыз. Пиязды өте қатты қызартып қуырудың қажеті жоқ. Шамалы қуырсаңыздар жеткілікті. Мінеке байқасаңыздар, пиязымыз жұмсарды. Осы кезде салаттың үстіне саламыз. Өте керемет иіс шығады. Осы кезде жақсылап біркелкі араластырып аламыз. Араластыру барысында 2 шай қасық сірке суын қосуды ұмытпаңыздар. Жақсылап араластырып, бетін жауып, холодильникке 4 сағат көлемінде қалдыратын боламыз. Дәмі жақсы сіңу үшін бір-біріне. Біздің салатымыз дайын болды. Жақсылап біркелкі араластырып, дастарханға ұсына беруге болады. Жасалу жолы өте оңай әрі қарапайым. Жасалатын бұл салатты сізде жасап, отбасы мүшелеріңізді қуантуға кеңес беремін. Тойымды әрі дәмді. Үйіңіздегі кіп-кішкентай балдарға дейін сүйсініп жейтін бұл салатты жасап көріңіздер. Сондай-ақ менің арнамда өте көп салаттың түрлері бар. Төменге қалдырып кетемін. Жасап көрсеңіздер болады. Достар, егер менің видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Замира. Келесі кездескенше сау болыңыздар.